Бұл кім тағы да? Мен оған ешкім білмеуші еді ғой, көрейін. Бұл кім? Бұл көрші ғой. Менде көрші жоқ болған, сен өтірік айта берме. Жоқ, біз жаңадан көшіп келдік. Жаңадан көшіп келдіңдер ме? Жақсы, онда асайын. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Ой, қалайсың? Мен ойбайдың шашқандай өзі. Мен шашым өзі сондай да, просто. Сендер жаңа ғана көшіп келдіңдер ма? Жарайды, құтты болсын. Не болып қалды, не үшін келдіңдер? Сол бізде мындай кружка жоқ болып еді да. Кружкама бірдеңке бересің бе? Менде кружкама, мен мен ғана тұрамын, сол үшін менде кружка аз. Сонда да берейін, енді қазір үйден қарап көрем, Жарайды. Кешірші, менің үйімде только осы кружка ғана бар екен. Біреу ғана мекен. Ладно. Еще біреу бар болған, тағы да қас көрейінші. Мінеке тағы біреу бар екен. Екеу бар мекен. Басқа жоқ па точно? Жоқ, басқа жоқ менде. Ладно, сендер қаншадан болып көшіп келдіңдер? 4-еуміз. Күшті ғой. Жарайды, мінеке саған. Рахмет өте көп. Бүгін кешке ма, ертең ба қайтарып беремін. Или қазір біраздан соң. Жарайды, болды. Сау бол. Көрші болған қандай жақсы. Мен көрші өзі жалғыз тұрады екен, сол үшін ода адам аз болғандықтан ода 2 кружка болады екен. Енді білмеймін 2 кружкамен қайтып жайтынымызды. Жарайды, сендер қызарсыңдар ғой. Кәусар екеулерің бір кружкамен шеберіңдер, біз соқты аузымызбен құйып шебереміз. Сөйтеміз. Ой, рахмет өте көп. Рахмет. Бұл негізі обычный суп. Маңдары өздерің шестер ма? Конечно. Жарайды, тортты соларды жеп алайық. Қарным ашып кетті менің. Сол ғой, менің де қарным ашып кетті. Сол қатты қарным ашып кетті прям. Болды, түн болып кетті. Барлық светтерді өшіріп, жатар киетін киімімізді киіп, әркім өзінің үйінде ұйықтасын. Кстати, Мержан, сен есікті шешінен құпладың ба? Ой, мен ұмытып кетіппін. Шешесі құпламайсың ба, қуасың ба? Әйтпесе, ұрлықшылар кіріп кетуі мүмкін. Қазір құплаймын. Болды, құплап қойды, менде ешкім қарамайды. Болды, ұйықтайық болды. Мен ұйқым кетті. Менде жатар киім жоқ, бірақ та мынандай жеңіл киім бар. Осыны киіп жатамын. Жарайды, қайырлы түн. Ой, қайырлы түн болса қайырлы түн. Менде болса вообще-то жатар киім вообще жоқ менде. Сол үшін мен осы үймен жата берейін. Мен қазір бүткіл светтерді өшірем, сен ұйықтай бер қазір. Менде осыдан басқа андай не жоқ, жеңіл киім жоқ, сол үшін мен осымен ұйықтай берем. Жарайды. Ал менде бар бұдан басқа жеңіл киім. Вот осы менің жеңіл киімім. Ұйықтайын. Жоқ, мен светті өшірем дедім ғой жаңағыны. Короче, осы свет. Одан кейін осылар. Одан кейін осылар. Одан кейін осылар. Мынау не үшін жанып тұр? Осының барлық светтер өшті деп ойлаймын. Енді ұйықтай берейін. Таң атты. Қазір менде жұмысым 8-де басады. Қазір 7, әлі 1 сағат уақыт бар. Кім? Кәусар тұр. Айтпақшы. Бүгін сендер жұмыс 8-де басталады ғой, 8-де басталады. Кеттік. Өбәк қыздар, сендер тұрып апсыңдар ғой. Біз тұрып алғамыз. Ал Мержан тұрмай ма? Мержан? Мержан. Бол тұрсаң енді. Тұрдым ғой енді. Жарайды енді. Барлығымыз жұмыстарымызға барайық. Ал сен жұмыс сізде жарай ма? Сосын барлығымыз қазір 8-де кеттік. Сен кешкі 8-де бірақ келесің, ал екеуміз 12-де бір-бірімізді күтіп бірақ келеміз.
иә. Сосын сен барлықтарымыз кешкі асқа жеуге бірдеңке алып келейік бір-бірден. Енді барлығымыз емес, енді бірақ та андай тамақ алып келуге тырысайық, жарайды ма? Кешкі жақын аш қалмайық. Иә, жарайды. Аха, жарайды, онда жұмыс киімімізді киейік те кеттік. Таңғы ас ішпей қояйық вообще. Өйткені дым жоқ бәрібір. Жарайды, болды. Андай киімімізді ауыстырып кеттік. Мен даяршы болып жұмыс істегендіктен типа крутая болып жүргім керекпін, сол үшін осындай киімді киемін. Ал мен болса осы киіммен бара берем, себебі анандай ыдыс жууға арналған өзінің киімі бар, сол киімді бастық өзі берем деген, сол үшін мен осы киіммен бара беремін. Саған ыдыс жууға не бере ма не, андай киім бере ма не? Иә, береді. Вау, күшті ғой онда, күшті екен. Так, мен осы киіммен бара беремін, себебі мен аға айтқан болатын, жануарларды жуындырған кезінде үстіңді тырнап немесе кіргіп тұсау мүмкін, сол кезінде киімің ескіріп қалады деген. Бұл менің ең ескі киімім, сол үшін осыны киіп барамын. Жарайды, онда мен только осыны киіп бара салайын, өйткені тоже не ғой, тоже короче андай не, андай мен жұмысым жоқ қой. Мен осыны тәттілер салуға алып аламын. Ой, тәттілер әкелейін деп едің сен? Иә. Жарайды, көреміз ғой. Аха, кеттік болды. Қыздар, сендер сумкаларыңды алмайсыңдар ма? Сумочка, не знаю. Алып алайық, алып алайық. Сәлеметсіз бе, бастық? Ой, сәлеметсің бе, қалайсың? Сен әрінденде кепсің ғой, мен сен алып кетма деп ушықты күтіп тұрмын ғой. Иә, жоқ, мен алда кеткен жоқпын. Ал жұмысымды баса берем ба? Иә, баса бер, мен қазір саған киімімді берем. Аха, жарайды. Сен точно ыдыс жуасың ба? Иә, апа, мен жуа аламын. Осы жерде киімдер бар, осыны киесің. Осының ішіне кір де киініп ал тез. Аха, жарайды. Мінекей киініп алдым. Енді жұмысыңды жуа бер. Ана даяршылар саған қыр ыдыстарды әкеп береді, ал сен соларды жуып отырасың, түсінің ба? Если асықпай жуатын болсаң, онда панкейктер, соларды салуға арналған ыдыстар жетпей қалады, сол үшін сен тез жуып отыруың керексің. И таза жууың керексің, сосын ферритін сасымау керек. Жарайды, аха. Аха, сол бол, мен басқа жұмыстармен кеттім.